237-ні 4-ке көбейтуді қарастырамыз. Ол үшін алдымен 4-ті бірліктерге көбейтеміз, одан кейін ондықтарға, одан кейін жүздіктерге көбейтеміз. 4 пен 7-нің көбейтіндісі 28. 8 бірліктердің астына жазамын, 2 ондықты ойға сақтаймын. Енді ондықтарды көбейтеміз. 3 пен 4-ті көбейткенде 12. 12-ге ойдағы 2-ні қоссақ 14. 14 ондықтың 4 ондығын жазамыз, бірін ойға сақтаймыз. Енді жүздіктерді көбейтеміз. 2 мен 4 8. 8-ге ойдағы 1-ді қосамыз. 9. Көбейтілдінің мәні 948. Енді осы 948-ді 4-ке бөліп тексеріп көрейік. 948 бөлу 4. Бұл жерде 3 таңбалы сан, 9-дан қайырып көреміз. Бірінші толымсыз бөлінгіш 9. 9-ның ішінде 4 2 рет бар. 2-ден береміз. 2-ні 4-ке көбейтсек 8 болады. 9-дан 8-ді аламыз, азайтамыз, 1 қалды. Енді 1 4-тен кем. Мына 4-ті 1-дің жанына түсірсек, екінші толымсыз бөлінгіш 14. 14-ті 4-ке бөлеміз. 14 4-ке бөлінбейді, орнына біз 12-ні бөлеміз. 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады. Тексеріп көреміз. 3-ті 4-ке көбейтсек 12. Азайтамыз, 2 жазамыз. Енді 8-ді түсіреміз. Үшінші толымды бөлінгіш 28. 28-ді 4-ке бөлсек 7. 7-ні 4-ке көбейтсек 28. 28-ден 28-ді азайтсақ 0 қалды. 237 мінекей шықты. 8-ді 4-ке көбейту керек. 209 көбейту 4, 342 көбейту 2. Көбейтуді орындап болғаннан кейін бөлумен тексеру керек. Ал мына жерде бөлулер берілген. 705 бөлу 3, 106 бөлу 3, 708 бөлу 2. Бөлуді орындап болғаннан кейін бөліндінің мәнін көбейтіп тексер.